Саламатсыздар білімгерлер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы букса қорабы. Буксаның қызметі букса екі тізгінді жақсыз электровоздың рессорасы салмағының қос тонғалақ жүктеме беру үшін қызмет жасайды. Ал қос тонғалаққа келетін болса, қос тонғалақ арбашық рамасының тартым үшін тежеу және үйірімдісін күші беріледі. Буксаның құрылысына келетін болсақ, қос тонғалақтың мойын тірегіне бірінші лабиринттік сақинаны кигіземіз. Лабиринттік сақинаны кигізер кезде 100-120 градус ыстықпенен кигізіледі. Лабиринттік сақинаны кигізіп болғаннан кейін ішкі қораппенен жыро майын ішінен толтырып, жыро лабиринт кальцон үшін ішкі қақпаменен жабамыз, кигізіледі. Одан кейін ішкі сақина, сыртқы сақина екіге бөлінеді. Бұл сақиналарға роликті подшипниктер кигізіледі. Ішкі және сыртқы сақинаға осындай роликті подшипник кигізіледі. Үшке бөлінеді, қорабы, сепаратор және роликті подшипник болып бөлінеді. Үшке бөлінеді. Роликті подшипникті кигізіп жинап болғаннан кейін итеріп тұратын кальцон итереміз, саламыз. Одан кейін М20 болтменен қатырамыз. М20 болтмен қатырғаннан кейін тақтайшаменен кигізіп, тақтайшаны алып кигіземіз. Тақтайшаның қызметі М20 болты айналып кетпеу үшін осымен қатырып бекітіп қоямыз. Тақтайшаны М12 болтменен бұрап бекітіп қоямыз. Одан кейін ішін 2-2,5 килограмм келі жыро майыменен толтырып ішін. Мынау сыртқы қақпақ. Жұмысын бәрін біткеннен кейін сыртқы қақпақпенен бекітіп 8 болтпенен М12 болтменен қатырып бекітіп жұмысымызды аяқтаймыз. Букса қорабын барлық жөнделерден, ақаулардан жөндеп болғаннан кейін эксплуатацияға беріледі. Дайынды түрде бәрін жөндеп, майлап, ақауларын бәрін жөндеп, эксплуатацияға беріледі. Үй тапсырмасы. Буксан торабын, құрылысы, қызметін және жұмыс тәрбиесін оқып келу. Қолданатын әдебиет электровоз VL80S 11-ші бет.